Bir жағалы жилетка тігу жолы. Менде дайын лекалалар, соларды қағазға қиып, матаға да қиып алдым. Астарлы матасы, негізгі маталарды. Bir жағы дәк мата болды, бір жағы габардин матасы болды менде. Бұл 12 жасқа арналған жилетка. Бәрін осылай дайын күйде қиып дайындап қойдым. Енді тігілу жолын көрсетейін. Алдымен негізгі маталарды құрастырып алдым. 2 иығын тігіп аламын. Теңестіріп ине қадап алып тігіп шығасыздар. Тігіп қойдым, енді инелерін алып тастаймыз. Бұл бізде негізгі мата болады. Әр тіккенін үтіктеп тұрсаңыздар, тігісі әдемі жатып түседі. Енді астарлы матаға көшеміз. Жаңағы детальдарын құрастырып шығамыз. Менде астарлы мата сырғыма мата болды. Мына көк габардин матамыз жағасы болып есептеледі. Осыларды біріктіріп шығамыз. Егерде жилеткалардың лекалалар қажет болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай бәрін инемен қадап алсаңыздар, өздеріңізге оңай болады тігу жолы. Әр тіккенін үтіктеп тұрсаңыздар, тігісі жатып әдемі түсетін болады. Артқы бөлігі мойын өңірінде осылай құрастырып аласыздар. Менде артқы бөлігі Милана матасы болды. Үтіктеп дайындап әкелдім, тігіп. Енді осы астарлы бөлігін құрастырамыз, біріктіреміз. Бұда да иықтарын біріктіріп аламыз бірінші. Біріктіріп, енді астарлы бөлігімен негізгі бөлігімізді біріктіреміз. Мойын жағын, қолтық жағын, астын тігіп шығамыз. Тігістеріне бірдей қылып біріктіруіміз керек. Видеода көрсеткен жерлерді біріктіріп тігеміз. Астарында тігіп аламыз, астында. Осы жерлерін тігеміз. Тігіп шықты, мен инелерін алып тастаймыз. Енді жаңағы қолтығын, мойын өңірін кішкене қиып аламыз. Өйткені жиырылып қалмау үшін осы видеода көрсеткенде қиып шығамыз. Жіпке
тіккен жеріне сәл 0,1 мм жетпейтіндей етіп қиямыз. Себебі қазір теріс аударған кезде ол жерлері жиырылып қалмау керек. Бұрыштарын келтіру үшін ол да жіпке жеткізбей қиямыз. Енді теріс аударамыз. Әр жерін үтіктеп шығамыз. Бұрыштарын келтіріп. Егерде астарын дублирендерін қаласаңыз, дублирендеп шықсаңыздар да болады. Мен дублирендеген жоқпын. Матаның өзімен тіктім. Егерде дублирен жабыстырсаңыздар, жағасы әдемі шығады. Барлық жеріне осылай үтік басып шығамыз. Үтік бастық. Енді теріс аударғанда артқы бөлігіне қолымызды тығып, алдыңғы бөлігін астарын біріктіріп, негізгі матаға негізгі матаны біріктіріп, теріс аударып, ине қадап алып тігіп шығамыз. Астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігінің тігісі сәйкес келіп тұру керек. Осылай теріс аударып, тігістерін келтіріп, айналдыра тігіп шығамыз. Тігіп келдім. Енді инелерін аударып, алып тастап аударамыз. Бір үтік басамыз. Екінші жағын жаңағы негізгі матасын біріктіріп қойып, ине қада басаңыздар болады. Сөйтіп бәрін теріс аударамыз бұнда. Бұнда дәл солай ине қадап шығамыз, бірақ астарлы бөлігіне кішкене тесік ашық қалдырып қоямыз. Қазір теріс аударғанға керек. Осындай кішкене қалдырып қоямыз. Тігіп шығып келдім уже. Енді инелерін аударып, жаңағы қалған тесіктен алып, ішіндегі матамызды сыртқа шығарып, оң қаратамыз. Оң қаратып алдық, жаңағы қалған бөлігімізді сыртынан осыны тігіс жүргіземіз. Міне жилеткамыз дайын. Енді бір үтік басып, жағасын қайырып, үтіктеп аламыз. Мен түйме емес кнопка қададым, 15 мм. Қайырылған жағасына ою бастым. Осылай шықты. Өте әдемі. Жасап көрсеңіздер болады. Тігіп көріңіздер.